Назареттік Иса шебер ұстаз болды. Ол ең танымал тәлімдерінің кейбіреулерін астарлы әңгімелер деп аталатын қысқа хикаялар ретінде айтты. Иә, мысалы Мәсіх Құдайдың патшалығын асыл інжу маржан іздеп жүрген саудагерге ұқсатты. Саудагер аса құнды бір інжу тауып алып, соны сатып алу үшін өзінде бардың бәрін түгел сатып жібереді. Бұл інжу шынымен ғажап болған секілді. Немесе Құдай патшалығы бір диқан егістігіне еккен кішкентай қыша дәніне ұқсайды. Дән өсіп шығып ағашқа айналады. Оның бұтақтарына құстар ұшып келіп паналайды. Бұл әдемі көрініс, бірақ ол нені білдіреді? Иә, басты сұрақ осы. Мәсіх астарлы әңгімелерді адамдарға бәрін анық көрсету үшін айтқан жоқ. Керісінше, ол адамдарды ойлантып, Құдайдың осы дүниеде істеп жатқан істеріне жаңа көзқарас тұрғысынан қарауға шақырды. Ендеше Мәсіхтің астарлы әңгімелерін қалай оқып түсіну керектігі туралы сөйлесейік. Тарих бойында шәкірттеріне адамгершілік, дін және философия туралы тәлім бергенде әңгімелер пайдаланған көптеген ұлы ұстаздар болған. Бірақ Мәсіх Иса айтқан астарлы әңгімелерін дерексіз діни не моральдық ойлар жайлы тәлім беру үшін қолданған жоқ. Ол астарлы әңгімелерінің өзі және өзінің қызметі туралы екендігін айтты. Мәсіхтің қызметінің бірі Құдай патшалығының жер бетінде орнап жатқанын жариялау болды. Иә, солай. Исаның заманында Рим патшалығы израильдіктерге билік жүргізді. Бірақ израильдіктердің киелі жазбаларында бір күні олардың Құдайы өз халқына патшасы ретінде билік жүргізу үшін келетіні уәде етілген еді. Сонымен көптеген израильдіктер Римге қарсы көтеріліс жасап, азаттығы үшін күрескілері келді. Кейбір адамдар соны Құдайдың патшалығы деп ойлады. Иә, солай. Ал Иса ел кезіп жүріп ауруларды сауықтыратын, адамдарды өзінің соңынан еруге шақыратын кедей пайғамбар болды. Ол Құдай патшалығы осылай орнайды деді. Алайда бұл адамдардың күткендей болмады. Иә, солай. Сондықтан Иса адамдарға өзінің кішігірім қозғалысын Құдай патшалығының орнағаны ретінде түсінуге көмектесу үшін бірсыпыра астарлы әңгіме айтты. Иә, мысалы ол Құдай патшалығының қамырға қосып, араластырылған ашқыға ұқсайтын туралы астарлы әңгіме айтты. Қазір бұл патшалықтың әсері онша байқалмаса да, болашақта ол бәрін өзгертеді. Мәсіх Құдай патшалығындағы басы аяғына төңкірілген құндылықтар туралы астарлы әңгімелерде айтып берді. Демек, дүниедегі ең маңызсыз деп саналған адамдар, әсіресе кедейлер мен мәртебесі төмен адамдар, Құдай алдында маңызы жоғарылар болып табылады. Иә, бұл туралы жүзім бағында жұмыс істеуге, таңертең, түс қайта, тіпті кешке қарай адамдар жалдаған қожайын жайлы астарлы әңгімеде айтылған. Соңында оларға жалақыларын төлейтін уақыт келгенде, ол бәріне бірдей жалақы берді. Иә, Иса Құдай үшін ақша мен мәртебенің қаншалықты маңызсыз екенін көрсетті. Ол барлығына өзінің жомарт мейірімін ұсынады. Алайда астарлы әңгімелердің бәрі бірдей қуанышты аяқталмайды. Кейбіреулер шынымен қиын. Иә, Израильдің бұрынғы пайғамбарлары іспетті, Мәсіх те халыққа Құдайдың хабарын жеткізді. Олар да Израильдің басшыларын сынау үшін астарлы әңгімелер айтқан еді. Өйткені сол басшылар өз патшалықтарын Құдай патшалығы деп санаған болады. Сондықтан Мәсіх өз заманындағы басшыларға, егер оның Құдай патшалығына кіру туралы ұсынысын қабылдамаса, онда олардың жойылуға бет алғандары жайлы ескертті. Иә, мысалы керемет жүзімдік салып жеміс береді деп күткен қожайын туралы айтқан астарлы әңгімесінде ол сол басшыларға ескертті. Иә, Мәсіх бұл астарлы әңгімені Ишая пайғамбардың жазбасынан келтірді, бірақ оны сол жағдайға бейімдеп айтты. Иә, солай. Қожайын жүзім бағына күтім жасау үшін жүзімшілер жалдады. Өнім жинау кезінде ол өзіне тиісті үлесін алу үшін жүзімшілерге қызметшілерін жіберді. Бірақ жүзімшілер оларға озбырлық көрсетті. Сонда бақтың иесі жүзімшілерді райынан қайтару үшін өзінің ұлын жіберді. Бірақ олар оны өлтіріп тастады. Сонда Мәсіх айналасындағылардан енді қожайын не істеу керек деп сұрады. Әрине, ол сол жүзімшілерді жазалап басқаларын жалдамақ. Мәсіх, егер Израиль халқы өз жолмен жүре берсе, Рим әскерінің оларды жойып жіберетінін білді. Мәсіх осы сияқты астарлы әңгімелер арқылы адамдарды Құдай патшалығына кіру жайлы өзінің ұсынысына қатысты шешім қабылдауға шақырды. Адамдар Мәсіхті елемей, одан бас тарта ма, әлде оған сеніп, соңынан ере ме? Құдайдың патшалығы туралы бұл хабар соншалықты маңызды болса, оны астарлы әңгімелермен жасырудың қандай қажеті бар? Неге оны түсінікті етіп айтпасқа? Мәсіх өз ойларын жұмбақтап және астарлы әңгімелер арқылы жүрегі ашық адамдарға шындықты білдіретін жаңа да батыл мәлімдемелер айта алды. Демек, шындыққа ашық адамдарға олар бұл туралы терең ойланып түсіне алады.
Бірақ Мәсіх астарлы әңгімелер арқылы өзінің хабарын қарсыластарынан жасырды. Осылайша ол уақытты созды. Ол уақытты созды дейсің бе? Не үшін? Сол кезде Мәсіх ең жақын шәкірттерін қайран қалдыратын оқиғаға дайындады. Мәсіх Исраилдің Құдайының өз халқына билік жүргізу үшін келе жатқанын мәлімдеді. Бірақ ол мұны күштеу немесе озбырлық көрсету арқылы емес, өзін құрбандыққа беретін сүйіспеншілік арқылы іске асырып, адамдардың күнәларының құнын өтеу үшін өз өмірін өлімге қимақ болды. Бірақ оның өлімімен іс аяқталмады. Иә, Мәсіх өзінің өлімінің жерге егілген кішкентай дәнге ұқсайтынын айтты. Сол дән жерге егіліп, көктеп, өзі жойылса да, одан көп өнім өсіп шығады. Сонымен Иса осы астарлы әңгімелер арқылы өзінің кім екенін және ой ниетін түсіндірді. Ізгі хабарларды жазған шәкірттер бұл астарлы әңгімелерді Құдай рухының жетелеуімен жазып сақтап қойды. Енді Исаға сенушілердің әрбір ұрпағы оларды оқып, ойланып толғана алады. Құдайдың патшалығы әлі де ісін атқаруда. Мұны да көз алдыңа елестетіп көрші. Иә, бұл көне астарлы әңгімелер әлі де жаңа таңғаларлық жайттар мен шақыруларға толы. Олар асыл заттар жиналған қазына қоймасы іспетті. Кейбіреулері жаңа, кейбіреулері ескі, ал іздегендер оларды табады.